рахмет. Бүгінгі біздің тақырып инсульт жайында болады. Жалпы осы неврологияда өлім көрсеткіші бойынша жоғары орын алатын ауру бұл инсульт. Инсульт дегеніміз жіті ми қан тамырларының бұзылысынан пайда болады. Инсульттің екі түрі бар: ишемиялық, геморрагиялық. Ишемиялық түрі бұл ми қан тамырларының бітелуі, ми қан тамырларында ауа тасымалдануы доғарланып, ишемиялық өзгерістер болады. Геморрагиялық инсульт дегеніміз бұл жерде ми қан тамырлары жарылып, мида кейбір бөліктерінде қанның анықталуымен пайда болады. Инсульттің себептеріне келетін болсақ, ол бірнеше себептер мен факторлардан тұрады. Бірінші себебі бұл артериялық қан қысымының тұрақсыз болуы, жоғары болуы және жедел созылмалы жүрек жеткіліксіздігінен, соның ішіндегі жүрек ырғағының бұзылысының аритмиялардан пайда болады. Тұқым қуалайды, қант диабеті, семіздік, зиянды әдеттер, темекі, алкоголь, депрессия, күйзеліс, осы бірнеше себептерден тұрады. Яғни осы инсульттің біз анықтау үшін медициналық терминде фаст тест деген болады. Бұл фаст тесті медициналық білімі бар адамдарда, медициналық білімі жоқ адамдарда білуі қажет. Себебі біздің өзіміздің үйде егде тартқан әке-шешеміз бар, жора жолдастарымыз бар, туысқандарымыз бар, көршілеріміз бар, және де көшеде болған жағдайда біз осы адамдарға жедел көмек көрсетуіміз қажет. Сол үшін фаст тесті кез келген адам білуі қажет. Фаст тест дегеніміз бұл фейс, бет-әлпет, беттің тартылуы, беттің қисаюымен анықталынады. Арым деген, яғни бір жағы жансызданады, науқас бір жақ қолын көтере алмайды. Спич деген сөйлеу, жаңа қарапайым сөздерін жеткізе алмауы, тілдің күрмеленуі. Осы үш белгі анықталған кезде ең соңғысы тайм, уақыт. Жедел медициналық көмек бригадасын шақыруымыз қажет. Сіз осы жедел медициналық көмек көрсету бригадасын шақырғанда, сіз инсульт алған адамның өмірге қауіп келтіретін себептерінен сіз алдын ала аласыз. Себебі инсульт бұл мүгедектікке алып келеді. Сол үшін көптеген сіз асқынулардан алдын алуыңыз мүмкін. Дер кезінде медициналық көмек бригадасын шақырсаңыз, яғни ол инсульт алған науқас 40 минуттан 3 сағатқа дейін бұл көмек көрсетілу керек бұл науқасқа. Және де сол жаңағы біз себептерінен кейін енді профилактикасына келетін болсақ, инсульттің профилактикасы артериялық қан қысымының ай сайын өзінің терапевтінде, кардиологында бақылауында болу керек, учеттағы ай сайын өзінің дәрілерін ішіп тұру керек, және де қант диабетімен ауырған науқастарда өзінің ай сайын дәрілерін ішіп бақылауда болу керек. Жаңағы стресс, семіздіктен, осы зиянды әдеттерден біз арылуымыз керек. Жалпы инсульт дегеніміз бұл өзінен пайда болмайтын ауру, бұл қандай да бір асқынуымен пайда болады, өздігінен пайда болмайды. Біз инсульттың осы мемлекеттік әлеуметтік медициналық сақтандыру барысында бұл дертпен ауырған науқастың және тегін медициналық көмектің кепілдік қызметі көлемінде бұл жедел жәрдем және жедел жәрдеммен тегін көмек ала алады. Ол науқастың мейлі статусы сақтандырылған, сақтандырылмаған болса да. Ал екінші этабында амбулатория, үшінші этабында реабилитациялық көмек көрсету мақсатында науқастың статусы сақтандырылған болу қажет. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.